481 есепте бөлшектерді біз салыстыруымыз керек. Мінекей бізде аралас сан берілген. Сонымен 1/4-тен 3 және 1/4-тен 1-ді салыстыратын болсақ, бұлардың бүтін бөліктері тең. Ал бөлшегіне қарайтын болсақ, бөлшектің бөлімдері де тең. Яғни алымдарына қараймыз. Алымы үлкен, бұл жерде 3 болып тұр. Сондықтан 1/4-тен 3 жағы үлкен. 484 есепте бірінші принтер 5 минутта 41 бет шығарады. Екінші принтер 3 минутта 28 бет шығарады. Қай принтердің жұмыс өнімділігі көп дейді? Сонымен бізде 5 минут және 3 минут болатын болса, біз 1 минуттағысын тауып көрейік. Екеуінің де 1 минуттағысын табу үшін бізде 41-ді мысалы бөлеміз 5-ке. Осы кезде 1 минуттағы оның өнімділігі шығады. Ал 28-ді біз 3-ке бөлетін болсақ, оның да 1 минуттағы өнімділігі шығады. Мінекей енді бізде екеуінің де бөлімдерін алып отырық, екеуін аралас санға айналдырайық. Сонда 8/5-тен 1 болады. Мінекей екеуін де аралас сандарға айналдырдық. Осы кезде 5-тен 41 дегеніміз бізде 8/5-тен 1 болды. 3-тен 28 бізде 9/3-тен 1 болды. Енді қайсының өнімділігі көп дейтін болсақ, әлбетте 3 минутта бітіретіні, себебі оның бүтін бөлігі 9-ға тең, ал мұнда 8-ге тең. Сондықтан бүтін бөліктерін салыстыратын болсақ, бізде 3-тен 28 үлкен болады 5-тен 41-ден.